Түрме бақылаушысының өзінің құтқармақ ниеті барын Құрманғазы бірден түсінеді. Түн жарымы болғанда абақтыдан шығып, бас ауған жаққа қарай кете барады. Ұзақ күндер бойы жігіт дала кезіп жүреді. Қай ауылға бармасын жақсы адамдар кезігіп, баспана мен азық ұсынады. Өстіп, байдың қудалауынан қашып жүргенде, Адай руының қазақтарын кездестіреді. Оларға сол руға тиесілі жайлауға көшуге тыйым салынған екен. Ақсақалдар ақ бастарын шайқап, «Бұл біздің жеріміз. Біздің руымыз жүздеген жылдар бойы осы жайлауды мекендеген. Ал енді біздің онда аяқ басуымызға тыйым салынып отыр», деп наразылықтарын білдіріп отырады. «Біздің батырларымыз сол жер үшін қан төкті. Енді сол жерге біз бөтен болып отырмыз. Бұл масқараға қалай төзерміз, а? Ата-бабамыздан қалған жерді сақтай алмағанымыз үшін ұрпағымыз бетімізге түкірмей ме?» «Я, деп қоштайды еркектер. «Жерімізді қолдан беруге болмайды». Құрманғазы халықтың қайғысын тыңдап, жаны қайысып отырады. Сөйтіп, домбырасын қолына алып, өршелене ойнай жөнеледі. «Ел кезіп өркейіктей жүрсем дағы, соғармын тағайналып туған жерге. Ас жетер, көңіл жетсе бір ауылға, іс істер жігіт қайда бұл қауымға. Қайтпаған қалың жаудан Құрманғазы, тағдырдың бөгелмейді дырауына. Бастан өтті жан шошыр талай майдан, шыққан жоқ аттан серкем терең сайдан. Өзіммен ұлы дауға бір түсетін, ұл туар мендей жігіт қатын қайда». Еркектер оны тыңдап отырып, әрқайсысы ауыр заман келгені, туған жері, руының келешегі үшін қан төгуге тура келетінін ойлап отырады. Сөйтіп, халық көтерілісі басталады. Тәуелсіздік пен еркіндік үшін, туған жеріне деген сүйіспеншілік үшін. Ал Құрманғазының жалынды әндері мен күйлері кең далаға тарап, адамдардың жүректеріне де от жағады.